Қаратұрын кен орнына 350 миллион теңге айыппұл салынады. Тексеру нәтижесінде экологтар қоршаған ортаға келтірілген залалды осылай бағалаған. Мамандары соған сәйкес әкімшілік іс қозғап сотқа жолдады. 6 айдан аса уақыт өрт болған аумақтан, ауадан және топырақтан бірнеше сынама алынған. Нәтижесінде атмосферадан метанның шекті концентрациясынан 480 есе асқаны, ал топырақтың мұнаймен бүлінген анықталды. Облысы экологиялық департаменті Қаратұрын кен орнындағы ұңғыманың жану фактісі бойынша жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бузачиннефтіге қатысты жоспардан тыс тексеру аяқтады. Тексеру қорытындысы бойынша кәсіпорынға келтірілген экологиялық залалды жою, сондай-ақ қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтерін сақтау бойынша ремедиация бағдарламамен әзірлеу қажеттігі туралы нұсқама берілді. Нефть мекемесіне 4 әкімшілік хаттама жасалды. Алдын ала есептеулер бойынша айыппұл 350 миллион теңгеден асады.